митоздық цикл дегеніміз не? Жасушаның циклы немесе митоздық цикл. Яғни ол бізде жасушаның пайда болуынан бастап, оның бөлінуі, одан кейін бізде оның өлу процесіне дейінгі аралықтарды біз жасушаның циклдық кезеңі, оны біз 3 кезеңге бөліп қарастырамыз негізінен. Бірінші бізде жасушалық цикл кезеңі. Бірінші кезеңі, екінші кезеңі, үшінші кезеңі. Бірінші кезеңде бізде митотикалық кезең. Митотикалық кезең өзіндік қызметі, одан кейін тыныштық. Яғни бізде митотикалық кезең дегеніміз не? Митотикалық кезең дегеніміз бұл жасушаның пайда болу процесі, яғни бір жасушадан екінші жасушаның пайда болу процесі. Бұл кезеңде біз екіге бөліп қарастырамыз: интерфаза және митоз кезеңі. Интерфаза және интерфаза кезеңі мен митоз кезеңі. Осы бізде мысалға бір жасушадан екінші жасуша пайда болды. Мынадағы ген мынада да бар, яғни екеуі бірдей жасуша, бірақ мынадан пайда болды. Енді осы жасуша екеуі бөлінгеннен кейін дәл осы жасушалардың өзіндік атқаратын қызметтері. Мысалға бізде бауырдың жасушалары бар ғой, гепатоциттер. Яғни гепатоциттердің қызметтері қандай бізде? Олар бізде өт бөліп отырады. Яғни әр жасуша, яғни бағаналы жасуша түзіледі, ол өзіндік жаңағы атқаратын қызметі бар бөліктерге қарай кетеді. Енді бізде осы жасушалардың бөліну факторларына келетін болсақ, жасушаның бөліну факторлары дегеніміз ол жаңағы жасушаға әсер ететін, яғни жасушаның бөлінуін тездететін сондай факторлар. Яғни оның 3 факторын айтамыз. Бірінші фактор бізде жаңағы жасушаның бір-біріне беттесуі болу керек. Яғни беттесу дегенде мысалға мысалға бізде қолымыз күйді, қолымыздың яғни тыртық болып қалмау үшін, мысалға біздің санымыздан немесе аяғымыздан, ішімізден тері сыпыратын, терімізді сыпырып мына жерге жабыстырып қояды. Яғни бұл бір-бірімен беттескен кезде бізде жазылу процестері өте тез болады. Яғни тезірек регенерация процесі жүреді. Екінші кезекте бұл бізде сыртқы ортаның факторы, яғни осы факторлар арқылы бізде регенерация процесі жүреді жасушада, яғни тезірек бөліну процестері жүреді. Енді үшінші кезеңде бұл бізде сигнал, яғни өсу рецепторларының, яғни өсу рецептор фрагменттері болуы, яғни сигнал келді, яғни сол арқылы бізде тезірек бөліну процестері жүреді, яғни жүреді. Енді бізде осы жасуша циклының жүруінің екі несін қарастырамыз. Екі бөлігін, жасуша ішілік, жасуша сырты. Бізде бірінші жасушаның ішілік бөлігін айтатын болсақ, жасуша ішілік бөлігі. Жасушашылық бөлігінде бізде жаңағы интерфаза, метафаза, профаза кезеңдері, одан кейін жаңағы S кезеңі, G кезеңі, жаңағы митоздық кезең, анафаза, профаза кезеңде, жерде G1 кезеңі, S кезеңі, одан кейін G2 кезеңі болады. Осы кезеңдерде бізде алдыңғы сабақта өттік. G1 кезеңінде ДНК полимеразасы, аденин, гуанин, тимин сияқты заттардың барлығы синтезделіп, S кезеңіне өтетін кезде жаңағы бізде цитоплазмаға синтезделеді, осының барлығы синтезделгеннен кейін ядроға қарай кіреді. Яғни бізде S кезеңінде бізде ДНК репликация жүреді, яғни ДНК-ның екі еселену процесі жүреді. Осы кезеңнен кейін бізде G2 процесс келеді. Яғни синтез кезеңінен кейін G2 кезеңінде бізде жаңағы G2 кезеңінде митоздық, яғни жасушаның бөліну процестеріне қарай қарай бастайды. Одан кейін митоздық кезеңде бізде төрт бөлігін бастырдық. Мына жерде профаза, метафаза, анафаза, телофаза деп осы төрт бөлікке бөліп қарастырамыз. Енді бізде бұл процестер өзінен өзі жүріп кетпейді ғой. Осы процестердің жүруі үшін бізде циклин болады. Яғни циклин дегеніміз осы циклин болады, одан циклинге тәуелді киназа болады. Яғни бізде циклинге тәуелді киназа болады. Бұл осы процестерге әсер ететін, осыны активтендіретін циклинге тәуелді киназа болады. Енді бұл циклинге тәуелді киназа бізде циклинге тәуелді болады. Яғни циклин бізде бұл жерде биолог болады. Яғни биолог деп осы биолог мына жаққа қарай келеді, жаңағы өсу фрагменттері арқылы осын циклинді активтендіреді, циклинге тәуелді киназаны активтендіреді. Циклинге тәуелді киназа бізде мына жердегі кезеңдерді активтендіріп отырады. Енді бізде әр қайсы, яғни бұл екеуі қосылып бізде кешен түзе бастайды. Енді
бізде G бір кезеңін активтендіре, яғни біз G бір кезеңін екіге бөліп аламыз да, оның басы деп алайық. Басы бөлігінде бізде циклинді, одан кейін циклинге тәуелді киназа 4 деп алайық. Келесі екінші әсер ететін циклинге тәуелді киназа 6 деп алайық. Яғни осы процесс, осы екеуі мына G1-дің бастың бірінші бөлігін активтендіреді. Енді келесі бұл соңы деп аламыз. Соң кезеңімізде циклинге тәуелді киназа 2 деп аламыз. Осы циклинге тәуелді киназа және циклин, осы циклин, яғни атауы осы соңғы бөлігін қамтамасыз етеді. Енді бұл бізде синтездік кезең, яғни осылар бізде синтездік кезеңге қарай өткізу үшін қажет болады, яғни активтендіріп отырады. Енді бізде S кезеңіне әсер ететін циклин В, циклинге тәуелді киназа 2, циклинге тәуелді киназа 2, осы екеуі әсер етеді. Яғни бұл екеуінің бұл жерде қызметі қандай? Яғни бұл нені бақылайды? Бұл жердегі, яғни бізде осы жаңағы синтезі кезінде бізде ДНК репликациясы жүреді. ДНК репликациясы, яғни бұлардың әрбір учаскесін бір рет қана бізде репликациялайды. Сонымен қатар бұл жаңағы дупликация сияқты жаңағы басқа мутацияларға ұшырамау үшін, осы мутацияға ұшырамау үшін осыны қадағалап отырады. Және де бұлардың генетикалық материалы 2s4n болу керек, яғни әрбір хромосомасында 4 молекула ДНК молекуласы болады. Осы кезең осыған қарайды. Келесі G2 кезеңі. G2 кезеңде бізде циклин В, одан кейін циклинге тәуелді киназа 1 болады. Осы кезеңде бізде жаңағы митоздық процеске өтуге, яғни дайындала бастайтын кезеңі. Одан кейін бізде мына кезеңдерде профаза, метафаза сатыларында өте көп әсерін тигізе бастайды. Яғни сосын бізде анафазаны реттеуші фрагмент фактор болады. Анафазаны реттеуші фактор болады. Осы фактормен мына жерде мысалы анафазаны реттеуші фактормен мына жердегі циклин В екеуі қосылып кешен түзеді. Циклин В екеуі кешен түзеді. Осы екеуі түзілген кезде бізде не пайда болады? Протеосомалар, яғни протеосомалар бұлар не істейді? Осы кешенді ыдыратып бастайды. Не үшін ыдыратады? Өйткені жерде мысалға бұл бізде шошқаның ішіне азайса, профазадан метафазаға, метафазадан анафазаға, анафазадан телефазаға өтетін процестерді яғни жылдамдатып отырады. Бұл бізде жаңағы циклин В мен жаңағы анафазаны реттеуші фактордың екеуі комплекс түзді, одан кейін протеосомалары келіп бәрін ыдырап бастайды. Ол ыдырап деген сөз бізде жасушаның ішінде жаңағы осы азаяды, осы екі кешен азаяды да жаңағы жасушаның бөлу процесі өте тездетеді. Енді осы процесс бізде жарақат алған кезде, күйік шалған кезде тағы да басқа заттарда үнемі жұмыс жасап отырды. Ал егер керек емес болатын болса, яғни осы процесті тоқтату керек болатын болса, бізде ингибиторлар болады. Ингибиторлар дегенімізде тежегіші бөліктер. Ингибиторларды бізде екіге бөліп қарастырады. Тип 1 деп қарастырады, одан кейін INK 4 деп қарастырады. INK бізде екіге бөлінеді. P15, P16, бұл бізде P21, P27, P57 деп қарастырады. Яғни бізде ингибиторлар бізде K1 және INK4 болады. Осы ингибиторлар бізде осы P27, 57 деген сияқты ингибиторларды активтендіріп отырады. Одан кейін бізде бұлар қайда бар тежейді. Яғни қайда бар тежейді дегенде, бұл мына процесс мысалға 27 бар, мынаны тежеп тастауы мүмкін. Мынау тежеп деген сөз, мына процесс болмайды, мына процесс болмайды деген сөз, мынау әсер етпейді, бұл әсер етпесе ары қарай жасушаның бөлу процесі болмайды деген сөз. Енді кезекте бізде мысалға бұларды енді жаңағы бұларды нелер тежейді, яғни бұларға
тежейтін бізде мук болады. Яғни бізде 27-нің биігі болады. Биік деп аталатын тежеуші фактор, тежейді. Бұны активтендіретін, яғни бізде 15 пен 21-ді активтендіретін смарт болады. Смарт активтендіреді. Активтендіреді, бұлар барады. Жаңағы мына жерін бәрін тежеп тастайды. Ал мынау бізде мынаны 27 жетіп тастайтын болса, мына жердегі процестерін барлығын тоқтатып тастайды. Осы процесс, осы тежелетін кезде осы ингибиторлар жүзеге асады. Ал егер көбейетін болса, бізде жаңағы активтендірмей, наоборот, тежеп тастап отырады. Келесі кезекте бұл бізде жасушаның ішілік бөлігі болды. Енді сыртқы бөлігіне келетін болса, жасушаның сыртқы бөлігі. Бізде мына жерде үлкен жасушаның бөлігі деп алайық. Мына жерде рецептор болсын. Мына жерде антиген саналатын жасуша болсын. Антиген саналатын жасуша. Бұны бізде активтендіреді лимфоциттер. Және бізде сигналдар беріліп отырады. Мына жерде рецепторлар. Бізде антиген саналатын жасушалар болады. Осы антиген саналатын жасушалар істейді бізде лимфоциттер активтендіреді. Ол активтендіргеннен кейін жаңа антиген саналатын жасуша болады. Антиген саналатын жасуша бізде мына жерде рецептор болады. Осы рецептор арқылы бізде сигнал арқылы өтеді. Жаңағы мына жерде бізде метагенді активтендіретін протеин киназалар болады. Мынау рецептор, мынаның рецептор болады. Осы рецептор арқылы сигнал өтеді, мына жерде активтендіреді. Бұл бізде активтендіреді E1K, E2S, екіні активтендіреді. Бұлар активтендіреді, яғни сигнал барады, бұл активтендірген кейін мына жерге E барады. Фосфенжун, яғни бұлар теріс жауап қайтаратын белоктар. Осыны активтендіреді. Бұл активтендіреді бізде баяу жауап беретін белоктар, бұл белок. Осыны активтендіреді. Одан кейін мына жерде бізде бұл нені активтендіреді? Барлық активтендіреді. Бұл жерде бізде жаңағы циклиндерді активтендіреді. Мысалға жаңағы S кезеңіндегі наурик, циклинге тәуелді киназа екіні алайық. Осыларды активтендіріп, осы процестер арқылы бізде процесс жүзеге асып отырады. Метаген активтендіретін протеинді киназаларды. Енді бізде өзгергіштік дегеніміз не? Ол бізде сыртқы ортаның фактор әсерінен бізде жаңа белгілердің пайда болу процесі. Оны біз екеуі бөліп қарасамыз, генотиптік және фенотиптік. Яғни генотиптік бізде тұнбалайды. Фенотип ол бізде тұнбаламайды. Және фенотип дегеніміз, мысалға біз жағалауға барып, жаңағы күнге қысымсақ дейміздің бәрін қарайды. Фенотип, яғни сыртқы бөлігіміз өзгереді, бірақ ол тұқым қуаламайды. Яғни біз жаңа күнге қыздырып келіп, бізден туылған балада қап-қара болып шығады деген сөз емес. Яғни оның ақпаратында ақ болып жазылған, яғни ақ болып туылады деген ақпараты бар. Бірақ олардың қараюы осы нормаға байланысты жаңағы генотипіне қарайды. Яғни ішіндегі геніне қарайды. Генотип бізде екіге бөлінеді. Мутация, комбинативтік. Комбинативтік деп бөлінеді. Екіге бөліп қарастырдық, мутациялық және комбинативтік. Комбинативтік дегеніміз не бұл? Ата-анасына ұқсамайтын жаңа бір белгінің пайда болуы. Оған көбінесе бұл қан тобында өте көп кездеседі. Мысалға айта кететін болсақ, анасы екінші қан топ, әкесі үшінші қан топ болатын болса, жаңағы егер 4 баласы болатын болса, 4 баласының әрқайсында осы 4 қан тобы бар деген сөз. Яғни ата-анасында жоқ ол қан тобы, бірақ баласында ол қан тобы бар.
вот сол. Келесі мутацияны бізде үшке бөліп қарасаңыз, геномдық, гендік и хромосомалық. Геномдық